Баршаңызға қайырлы күн достар. Осында пицца пісіретін боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа жылы суды құямыз. Менде 300 мл жылы су. Оның үстіне 2 шай қасық тұзды және 1 шай қасық қантты қосып, және 1 шай қасық дрожж қосып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң мен ұнды қосамын, ұнның шартысын қосамын. Араластырып, күнбағыс майын қосамын. Күнбағыс майын қосып араластырғаннан соң үстіне ұнның барлығын қосып жіберемін. Осылай араластырып жұмсақ қамыр илеймін. Қамырды осылай жұмсақ болу қажет. Қамыр қолмен илеп алдым. Жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу қажет. Енді осыны пищевая пленкамен ораймыз. Орап үстіне майлық төсеп 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамыр ашуы қажет, яғни көтерілу қажет. Қамыр көтерілгенше салманы дайындаймын. Помидорды осылай дөңгелектеп турадым. Керек емес жерлерін алып тастадым. Болгар бұрышын алып 4 бұрыштап турадым. Осылай 4 бұрыштап турап алып 2 ыдысқа салдым. Одан соң сырды, яғни ірімшікті алып теркадан күштен өткіздім. Қамыр менде ашыды және оны қолмен осылай иледім. Енді осы қамырды 2-ге бөлдім. Бөлген соң табаға осылай қолмен жайып шықтым. Негізінде достар, оқтаумен жесеңіздер де болады, қалауларыңыз бойынша. Әдемі көріну үшін жандарына осылай істеп шықтым. Жандарын шамалы қалыңдау еттім. Осылай енді кетчуп пен майонезді араластырып соус ретінде жағып шығамын. Барлық жеріне жағып шығамын. Шеттеріне ғана жақпадым. Енді помидорды, яғни қызанақты салдым. Қажет емес жерлерін алып тастадым. Болгар бұрышында үстіне салып шықтым. Болгар бұрышын салған соң сырды осылай барлық жеріне салып шықтым. Сырдың барлығын қоспаймын. Жартысын кішкене бөлігін алып қаламын. Пешке 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламын. Менде пісіп шықты. Сырды салып жібердім. Еріп әдемі болып шығады, созылып. Енді достар, пицца пісті, осылай керемет болып шықты. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әлде де көп видеолар шығады. Сау болыңыздар.